Ассалаумағалейкум халқым. Мен Әмір Фейроламын, Шымкент қаласының тұрғыны, азаматтық белсендімін. Бүгінгі айтатын тақырыбым мынау полиция қызметкерлері менен өздерін әділетті сотпыз деп есептейтін сот қызметкерлері жайлы әңгіме қозғағым келіп отыр. Яғни біздің Қазақстанда өздеріңіз білесіздер, полиция қызметкерлері тек қана қарапайым қара халықты, шындықты айтатын белсенділерді қамайды. Көбінесе олар сот жүйесіне жүгінеді, сот решение шығарады дейді. Соттың үкімін орындаймыз дейді. Ал біздің Қазақстандағы сот жүйесіндегі отырған адамдар тек қана қарапайым қара халықты ғана соттайды. Байларға ешқандай сот жүрмейді. Оның бір дәлелі жәлдегі мысалға Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Дариға Назарбаева, өздеріңіз білесіздер, алдында Қазақстанда туылып жатқан мүгедек жандарға осыдан 3-4 жыл бұрын айтқан болатын, уроды, яғни уродтар, ұсқынсыз бейне деген сияқты мағынаға келеді. Жаңадан сондай мүгедек туылған адамдарды урод деп айтқан болатын. Ол кісіні ешқандай қылмыстық былай тұрсын, әкімшілік сол сөзі үшін шара қолданған жоқ. Біздің Қазақстанның соттары айға қарап жүр. Айға қарай береді де. Сол үшін де менің айтатыным, мына біздің Мұхаммед пайғамбарымыз, Алланың оған сәлем болсын, осындай жағдайды баяғыда біліп кеткен, және де айтып та кеткен полиция қызметкерлері жайлы біздің Мұхаммед пайғамбарымыз былай деп айтқан. Не деп айтқан? Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам былай айтқан. Абу Умама, Аллах оған разы болсын, сахаба, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам ақыр заманда осы үмбетте қолдарында сиырдың құйрығы сияқты қамшылары бар бір адамдар пайда болады. Олар таңертең Аллахтың қаһары астында шығып, кешке оның ашу ызасы астында қайтады деген имам Ахмад деген ғалым жеткізеді. Және де Абу Хурайра, Аллах оған разы болсын, риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам тозақтықтардың мен көрмеген екі түрі бар, сиырдың құйрығы сияқты қамшылары бар адамдар. Олар онымен адамдарды сабайды деп айтқан. Сол себепті де міне осы Россияның имамдары, біздің имамдар енді үкіметтің көлеңкесіне қарап жүрген адамдар, үкіметке шындықты айтамайды, қорқақтар былай айтқан кезде біздің андай имекеңдердің не үміт не қайыр дегендей мешіттегі. Россияның имамдары сәл де болса да айтады, әйтеуір шындық бар оларда. Олар даже өздерінің сайттарында да шығарып қояды. Сол azan.ru деген сайтта өздеріңіз көрсеңіздер де болады. azan.ru хадисы про полицейских десеңіз, жазсаңыздар, өздеріңіз орысша оқисыздар осы айтып жатқан мен хадисті. Және де мынау сот қызметкерлері жайлы не айтылған біздің пайғамбарымыз? Ол кісілерді де айтып кеткен. Соттар 3 түрлі болады деген. Оның 2-еуі тозаққа барады, 1-еуі жәннатқа кіретін адамдар деп айтқан. 1-еуі жәннатқа кіретін дегені ол әділдік шешіммен шығаратын сот ол жәннатқа кіреді деген. Ал екі сот тозаққа болады. Олар кімдер? Қалай? Ақиқатты біле тұра, бірақ әділетсіз шешім шығаратын. Мәселен, взятка алады, кімнен ақша алды, соның ыңғайына қарап шешім шығаратын. Или ақиқатты біле тұра өкіметтен қорқып, жаңалығыдай өкімет былай шешім шығар десе, соған қарай шешім шығара салатын, керісінше. Болмаса, екінші топтағы соттар жаңағы білімі аз. Алдына решение қағаз келген кезде, сол кездегі ғана ежелеп зорға дегенде оқып жататын соттарды өз көзіммен көрдім мен талай. Білімі аздау, тәжірибесі өте аз. Және де білімі аз болғанымен әлбетте ол әділетсіз шешім шығарады. Міне пайғамбарымыз осы хадисті айтқан кезде сонда сахабалар сұрайды, Алланың елшісі, онда білмеген адам айыбы жоқ шығар, білмеген соттың әділетсіз шешім шығарады. Ол білмеді ғой десе, ол сот болуға лайықты емес адам еді дейді. Сол себепті де жаңағы бұл хадис
Муаққал ибн Синан деген жеткізеді сахаба пайғамбарымыздан. Міне, сіздерге менің айтатыным, әрбір нәрседе сіздер не қылыңыздар, ұқыпты болыңыздар. Полиция қызметкерлері, сот жүргізетін адамдар, сіздер өздеріңізді ойламаңыздар. Аллах тағаланың алдына барған кезде ертең жаңағыдай тартылмай қаламын деп, сіздердің де үстеріңізден сот жүргізіледі. Уайымдамаңыздар, 1 грамм сомненияларың, күмәндарыңыз болмасын. Судында сұрауы бар деп біздің қазекеңдер баяғыда ата бабамыз айтып кеткен. Енді амал жоқ, біз Қазақстанның азаматы болғаннан кейін, имамдар айта алмайтын болғаннан кейін, пайғамбарымыздың аманат еткен хадистерін біз айтуға мәжбүрміз. Біз ешкімнен қорықпаймыз, белсенділер айта береміз де. Тыңдағандарыңызға рахмет. Журналистское удостоверение ваше.